Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін духовкада пісетін капуста мен пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менімен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз бен суымыз да жылы болу керек міндетті түрде. Тұзымызды, қантымызды, ас қасықпен есептегенде 2 ас қасық қант салсаңыздар жетеді. 1 шай қасық тұзымызды және де 1 шай қасық ашытқымызды, 2 ас қасық сұйық майымызды және де жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алдым. Ағын қамырымызға қосатын боламыз, сарысын бетіне жағуға алып қалдым. Және де лопатаның көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын илегіштен өткізіп ұнымыз міндетті түрде илегіштен өткізу керек. Сонда қамырымыз жұмсақ, әдемі болатын болады. Ең алдымен осылай лопатаның көмегімен, содан соң қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болмай, орташа жұмсақ болып илейтін боламыз. Және де 1-1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілу керек. Содан соң майға табамызға пиязымызды, содан соң оның үстінен капустамызды қосып қуырып алатын боламыз. 1 сағаттан соң қамырымыз көтеріліп, ашып дайын болды. Бұл көтерілген қамырларды енді майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. ұн сеуіп отырып майда бөліктерге бөліп аламыз. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Төмендегі описание бөліміне өтіп көрсеңіздер болады толық рецепті. Және де каналымда түрлі рецепттер бар. Тағамдардың рецепттерін, салаттардың рецепттерін таба аласыздар. Міндетті түрде өтіп каналыма кіріп көріп кетсеңіздер болады. Және де достарыңызға да таратып кетсеңіздер болады. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Содан соң осылай қолдың көмегімен жұқалау етіп жайып алатын боламыз. Ішіне салмасын салып, салмасын толтырып салыңыздар. Сосын дәл осылай видеодағыдай біріктіресіздер. Екіншісінде көрсетіп жіберейін. Қолдың көмегімен, ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Қолдың көмегімен жайып аламыз. Және де ішіне салмасын саламыз. Екі жағын біріктіріп, түйіп алатын боламыз. Өте оңай түйілуі де. Пешкімізді алдын ала қыздырып дайындап қоятын боламыз. Жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын барлығының бетіне жағып шығатын боламыз. Пешкеге салып пісіріп алдық. Өте жұмсақ, дәмі деген өте керемет болып шықты. Ол жердегі піскендегі иісін айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.